Саламатсыздар ма, құрметті білімгерлер? Мен дене шынықтыру және спорт мамандығының кураторы Кеңес Ерсін Асқарұлы. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Абай дана, Абай дара қазақта. Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына арналған кураторлық сағат. Ұлы ақын, ағартушы, қазақтың жазба әдебиетін және әдеби тілінің негізін қалаушы Абай Құнанбайұлы Шығыс Қазақстан облысы, бұрынғы Семей уезі, Абай ауданында, бұрынғы Шыңғыстау облысы, Шыңғыс тауының бауырында дүниеге келді. Абай атақты Тобықты руының Ырғызбай деген тобынан тарайды. Ол ауыл молдасынан оқып жүрген кішкентай кезінен-ақ зеректігімен көзге түседі. Кейін ол Семей қаласында 3 жылдық медреседе тәрбиесін алады. Абай көпті көрген әжесі Зеренің тәрбиесінде болды. Шешесі Ұлжан да ақылды ананың бірі болған. Әкесі Құнанбай Өскенбайұлы орта жасқа келгенде атқа мініп ел билеу жұмысына араласқан заманы. Ресей патшалығының Қазақстанның батысы мен орталық аймағына отарлап ел билеу жүйесін өз тәртібіне көндіре бастаған кез. Әке-шешесінің қасында жүрсе де, жас Абай оқудан қол үзбейді. Бос уақытында қазақтың мәдениетін, араб, парсы, шағатай тілдерін үйренеді. Шығыс әдебиетінің алыптары Низами, Хожа, Хафиз, Науаи, Физули тағы басқа ақындардың өлеңдерін жаттап өседі. Кейін ол орыс әдебиеті мен тілін өздігінен үйреніп, орыстың ұлы ойшылдары Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Щедрин, Некрасов тағы басқа шығармалармен танысады. Сонымен бірге ағылшын ғалымы Дарвиннің, Шекспирдің шығармаларын да оқиды. Соның арқасында дүниетанымын кеңітіп, білімін шыңдайды. Туған халқын сүйіп, оның қадір-қасиетін құтқарудың бодандыққа қарсы Абай халқын оятып, береке бірлікке шақырды. Туған халқы да Абайды сүйіп, қатты құрметтеді. Өмірлік мағынасы зор өлеңдерін жатқа айтып, тұмардай сақтады. Шынында да әр сөз теңіздің тереңде тартқандай мың батпан ойдан туған. Кісіге берер шабыты мен шапағаты мол. Абай әр қазақтың бағдаршамы іспетті. Абай өлеңдері бай философиялық күрескерлік қасиетке ие. Ол ең алдымен қазақтың телегей теңіз ауыз әдебиетін сусындатып, батырлар жыры мен ғашықтық жырларының үрдісіне мұрагерлік етті. Абай лирикалы, алуан сырлы, мазмұнға бай, адам жанын тебірентерлік нәзік. Ақын лирикасы нәзік сезімді толғауымен ғана емес, сонымен бірге өзінің әлеуметтік рухымен де, терең ойлылығымен де, асқан суреттілігімен де жаңа мәнді реалистік шығармалар. Абай Пушкин мен Лермонтовтың реалистік әдістерін жете меңгерген еді. Абай Лермонтов сияқты өзі өмір сүрген қоғам озбырлығына батыл қарсы шыққан кекті ақын. Абайдың көптеген тамаша шығармалары Лермонтов творчествосындағы азаматтық әуенмен үндес. Мұндай шығармалардың қатарына оның «Жүрегім нені сезесің», «Менсін беушем наданды», «Сегіз аяқ», «Не іздейсің көңілім, не іздейсің», «Талай сөз бұдан бұрын көп айтқанмын», «Жүрегім менің қырық жамау» тағы басқа өлеңдері жаттады. Абай аудармасы арқылы Лермонтовтың тұтқындағы батыр, ой, альбомға, қанжар, дұға, теректің сыйы, шайтан, асау той, тентек жиын, опыр-топыр, Вадим, Бородино және басқа өлеңдері қазақ арасында тұңғыш тарады. Абай терең ойдың ақыны. Ол әрбір шығармасын жүрек тебіренте тереңмен толғайды. Кемеңгер ақын өлеңдерін сыдыртып оқып шығып, толық түсінік алдым деу қиын. Әрбір өлең жолдарын өзіне үңіле, ойлана оқу ғана дегенге жеткізеді. Оқыған сайын бұрын оқыған Абай сөздерінің жаңа сырын ашып отырасың. Шынын айтсақ, Абай қазақ поэзиясында нағыз реалистік образ, шебер сурет, жаңа көрініс жасаған білімді, мәдениетті жазушылардың тұңғышы. Абай суреттеген әзірейілдей қыз, жадыраған жаз бейнелері, күн кеу мен жер қалыңдық, қалқыған тау, жел сал дала,
Сыбдырлаған жапырақ, күлімдеген аспан, ойланған жер, ақ қардың үстінде түлкі алып жатқан бүркіт, тағы да басқа нағыз реалистік әдебиетке тән шын өнерлік қасиет. Бұл тұстағы озық шығармалары оның соншыл реализм өкілдері тобына қосты. Абай өлеңдері мазмұны мен түрі бірін-біріне сай, ең асыл сөздің поэзия. Ақын поэзиясы мазмұны жағынан қандай салмақты болса, түр жағынан да сондай көрікті. Абай өлеңінде артық сөз, орынсыз пікір кездеспейді. Бәрі де белгілі өлшемге сай, терең ойға құрылып, етек жеңі жинақы келеді. Ақын білімді деген ұғымға өзінше ерекше мән береді. Абайдың түсінігінде білімді адамдардың арасында қарым-қатынастарды әкелі балалы, алыс жақын, туыс тума, үлкен кіші, ерлі байлы, жолдастық, достық дұрыс түсіне білетін адам. Мектептен алған білімін адамгершілікпен ұштастыра білмейтіндерді Абай адамсымақтардың ең үлкен наданы, арамы екені айта келіп, осы жасқа келгенше, өршеленіп өлгенше таба алмадық еш адам біздің сөзге ергенді. Өмірдің ерін тауысып, білімсізбен алысып, шықтық міне бергенді, деп тоқыршылдықтан адамдыққа, білімсіздіктен білімділікке қарай күрес жолында өткен өмірін баяндайды. Абайдың бұл ойлары жақсылық ақиқатпен бірге болады. Жамандық білімсіздіктің салдары, сондықтан да өзіңді өзің таны, өзіңді өзің біл деген этикалық принциптермен ұштастырып жатыр. Қазақтың ұлы ақыны Абай атамыз өз ғұмырын тек өлең жазуға, орыс және басқа да тілдерден аудармалар жасауға арнамаған. Сонымен қатар публистикалық шығармаларын, яғни қара сөздерін жазып қалдырғаны белгілі. Ең алғашқы қара сөзінде алдағы өмірінде нені кәсіп қылып, қайтып өткізетін жайлы талқылап жазған. Ел бағу, мал бағу, ғылым бағу, софылық қылып дін бағу, балаларды бағу, қажып жер ортасын жасқа келгенде бұлардың ешбірін кәсіп қылғысы келмеді. Осы уақытқа дейін қылып жүрген істерін байлаусызын, баянсызын, барлығын қоршылық екенін бірінші қара сөзінде атап көрсетеді. Қорытындысында ойын келген нәрселерін қағазға жазып, ақ қағаз бен қара сияны ермек қылуды жөн көреді. Кім-кім ішінен керекті сөз тапса жазып алсын, я оқысын, керегі жоқ десе өз сөзім өзімдікі дедім де. Ақыры осыған байладым. Енді мұнан басқа ешбір жұмысым жоқ деп ойын түйіндейді. Жоғарыда айтылғандай, ол өз өмірінде жалпы қазақ елінің өміріндегі кемшіл тұстары айқындап жазып, тіпті қазақтардың бойындағы жаман қасиеттерді де жіпке тізіп, осыдан жиреніңдер деп өсиет етеді. Бір сөзінде мақтаншақтық жайлы сөз қозғаса, енді бірінде имам жайында жазады, ал енді бірінде қазақтарда кең қолданысқа ие болған, алайда еш мағынасы жоқ, мағлұм болған мақалдарды сынай отырып, оқырманға оның дұрыс-бұрыстығын нұсқап көрсетеді. Қара сөздердің қайсысы болмасын, қазақты жақсылыққа, игі істерге шақырады. Жамандық пен жалқаулықтан жирендіру үшін түрлі әдіс пен сөздерден маржан түзіп, әсерлетуге барын салғандығы маған ерекше ұнады. Қара сөздің барлығын публистикалық шығарма деп тануға әбден болады. Себебі қайсы бірін оқысаңыз да санаңызға қозғау салып, ойыңызды шымырлата түспегі анық. Тіпті білім ғылым жайында жазылған қара сөздерден ерекше қуат алып, мотивация алатын жандар да баршылық. Әрбір қазақ азаматы осы қара сөздерді оқып шығуға міндетті деп санаймын. Әлбетте, ол ұлтының нағыз жанашырын тәрбиелеп шығаратын анық. 45 қара сөздің барлығында жаттап алған жастардың саны бүгінгі күні аз болса да, алдағы уақытта көбейетініне сенемін. Бірлікке, тірлікке, ізгілікке, адамгершілікке шақыратын публистикалық шығарманы неге жаттап алмасқа? Ақыл, жүрек, қайрат үшеуін бірге ұстап Абай атамыздың нұсқауымен жүрсек, келешегіміз жарқын, болашағымыз баянды болар сөзсіз. Ақын 1904 жылы туған жерінде қайтыс болды. Сүйегі Жидебай деген жерге қойылды. Қазір сол Жидебайда ақынның өзі тұрған үйде әдеби мемориалдық мұражайы бар.
Жер бетіндегі күллі қазақ қауымы өздерін ұлы Абаймен мақтанады. Олар күн өткен сайын Абайды жаңа қырынан тануда. Өйткені Абай мұраларын бүгінде, болашақта да өзінің өміршеңдігімен мәңгі жасайтынын ғажап туындылар. Сабағымызды Абайдың әуелде бір суық мұз, ақыл зерек атты өлеңімен аяқтайық. Әуелде бір суық мұз, ақыл зерек, жылытқан тұла бойды ыстық жүрек. Тоқтаулық қалыпты шыдамдылық, бұл қайраттан шығады, білсең керек. Ақыл қайрат жүректі бірдей ұста, сонда толық боласын елден бөлек. Жеке-жеке біреуі жарытпайды, жолда жоқ жарым есті жақсы демек. Ақылда, ашуда жоқ, күлкіде жоқ, тулап қайнап бір жүрек қылады әлек. Біреуінің күні жоқ біреуінсіз, ғылым сол үшін үшеуінің жөнін білмек. Осымен кураторлық сағатымызды аяқтаймыз. Назарларыңызға рахмет.